Келесі тақырып бізде while циклі. While циклі шартты цикл болып табылады. While циклінің мына жерде кішігірім құрылымы берілген. While сөзінен кейін бізде міндетті түрде шарт жазылады. Шарттан кейін қос нүкте қойылады да біз ары қарай циклдің денесіне өтеміз. Егер шарт орындалатын болса, онда біз цикл денесіндегі операторларды орындаймыз. Дәл сол арқылы цикл айнала береді. Шарт орындалғанға шейін цикл айнала береді де, ең соңында шартқа сәйкес келмеген кезде сол жерден цикл тоқтайды. Енді соны қалай жүзеге асу керек екендігін сіздерге бір мысал арқылы түсіндіремін. Мысалы, -1 мен 100 аралығындағы сандардың қосындысын табатын программа жаз. Мында тұрған бізде Python тіліндегі программаның жазылуы. Бірінші мен s-қа 0-ге теңестіріп алған, сосын барып while деп i дегеніміз бағанағы мына жердегі 0-ді береді бірінші. 0 100-ден кішкентай ма деген шартты қанағаттандыра ма? Қанағаттандырады. Онда ол цикл денесіне өтеді. Міне мына блок схемадан қарап отырсақ та болады. Айға біз 0-ді беретін болсақ, 0-ден 100-ге дейін. Бұл шарт бізде қанағаттандырады да, айымыз тең болады. Ай бізде 0-ге тең, қосылғанымыз 1-ге. Ал s-те бізде s қаншаға тең болып тұр? S 0-ге тең болып тұр. 0-де қосылған ай дегеніміз, мынау ай. Мына жердегі ай 0 қосылған 1 болды ғой, 1-ге тең болады. Сонымен бізде s 1-ге тең болды. 1-ге тең болды. Ал айымыз тоже 1-ге тең болды. Бұл 1, айдың 1-і барады да, мынау айға қайтадан цикл болып жалғасады. Сөйтіп барады мына шартқа. Бұл жерде 0 емес, енді 1-ге айналады, 1-ге айналады. Сөйтіп, бұл шарт орындалады ма? Орындалады. Орындалғаннан кейін біздегі айымыз мына жерде тұрған 1 қосылған 1 болады, тең 2. Сосын s-іміз 0 қосылған 1 еді, одан жерде s-іміз 1 0 еді ғой бағана, енді 1-ге ауысып кетті. 1 қосылған мында тұрған айымыз 2-ге ауысты, 2 тең 3 болады. Сосын кеттік ары қарай, мына жерде 1-ге тең болды, енді 2-ге тең болды айымыз. Бұл ай барады да қайтадан цикл болып айналып барады. Сөйтіп бұл 3 болады. 3 болады. 3 болған кезде s-іміз мына жердегі 3-ке қосасыз мынау 3-ті 6 болады. S-іміз айымыз 3 болғанда s-іміз 6 болады. Айымыз 4 болғанда қайта 1-ге артады ғой былай барып. Сосын бұл жерде s-іміз 6-ға 4 қосасыз 10 болады. Айымыз 5 болған кезде s-іміз 15 болады. Дәл осылайша айналып келеді да, соңында ай 100-ге тең болған кезде, онда уже шарты орындалмайды да. 100 бен 100 бір-біріне былай емес қой, үлкен немесе кіші емес, солар тең ғой. Сол шарт орындалмайды, осы жерден тоқтайды. Сонда бізде соңғысы 99 болады. 99-ды берген кезде 99-ды береміз айға. Сол кезде бізде айымыз 100-ге тең болады. Ал s-іміз сол мына 100 қосылады бағанағы s-қа. Осының алдындағы s бір сан шығу керек. Соған қосылады, и нәтижесінде бізде 5050 шығу керек. Біз while циклінің келесі практикалық жұмысына өтейік. Былай деді, берілген n натурал санның цифрларының қосындысын жұп немесе тақ екенін анықта. Егер қосынды тақ болса 1 немесе 2 сан шығар дейді. Мына жерде мысалы беріліп қойған 4856 деген n саны беріліп тұр мына жерге. Және оның цифрларының, міне сан цифрларының қосындысы дейді. 4-ке 8-ді қоссақ 12, 5-ке 6-ны қоссақ 11, 12-ге 11-ді қоссақ 23, 23 бізде тақ сан ғой, яғни егер қосынды тақ сан болса 1-ді шығар деп тұр. Нәтижесіне 1-ді шығарып берді. Ал мына жерде қосындысы, яғни жұп сан болғандықтан бізге нәтижесінде 2-ні шығарып беріп тұр. Енді бұл есептің қалай программасын шығарамыз, соны қарастырып өтейік. Былай дейді. S тең k тең 0 деп беріп алған. Енді оған тоқталмай қояйық. Бізге енгізу ретінде n сан берген, яғни біз өзіміз пермутативадан енгіземіз. n input деп 4856 деген сандарды енгізген кезде нәтижесі принтте шығу керек деген сөз, Енді бізге әдеттегідей while-ға шарт берілген, шарт беріледі. Бұл n-іміз 0-ге тең болғанға дейін дейді. Так, кетеміз. N бізде
бір сан желіге берілген. Мысалға 4856 саны n-ға беріліп тұр міне. Біз бұны нөлге тең болғанға дейін дейміз. Бұл шарт орындалып тұр ма? Ана нөлге тең емес деген мағынаны білдіреді. Иә, шарт орындалып тұр. Нөлге тең емес бұл. Шартқа қанағаттанып тұр. Егер бұл нөлге тең болған кезде, былай шарт нөлге тең болған кезде, тең еместің мәніне орындалған кезде ғана бізде шарт тоқтайды. Осы жағдайда тоқтайды. Осыны ескеріп жүріңіздер. Сөйтіп кетеді к тең n, n-ді 10-ға бөлген кезде қалдығы к шықса дейді, иә? Ой, n-ді былай, к-мыз біздің яғни былай болады. 4856-ны 10-ға бөлеміз ғой. Сол кезде қалдығы бізде бұдан 6 болады. Яғни мынаны біліп алыңыздар. Кез келген санды 10-ға бөлген кезде қалдықпен, онда бізде сол цифрдың ең соңғы цифры ғана алынады. 4856, мен сіздерге былай көрсетсем, 4856-ны бөлеміз 10-ға, 485-тен береміз. Ол кезде бізде 4850 шығады да 6 қалады. Көрдіңіздер ме? Яғни бізде мына жерде тұрған 6 содан шығып тұр. Бұл не істеп тұр? Яғни соңғы цифрасын алып тұр. Сөйтеді s плюс тең k дегенге келеді. S плюс тең k дегеніміз ол мына өрнектің ашып жазылғандығы s плюс k. K бізде қанша еді? 6 болды қазір. 6 болды. Плюс s-іміз қанша болып тұр? Мына жерде 0 деге беріп алған алдын ала 0 тең 6 болады. S-іміз 6-ға тең болады. Кеттік. Біз s-ның мәнін біліп алдық, мына жерде k-ның мәнін біліп алдық. Мына жерде тұр. Енді келесі бізде n-ді 10-ға бөлген кезде бүтіндей n-ді бөлеміз. Так, тең дейік та, n бөлу 10 деген кезде, бұл кездегі формула ең соңғы цифрасын наоборот алып тастайды да, қалған цифралар жазылады деген формула қазір. Мысалы 4856 болды мына жерде, оны 10-ға бөлген кезде, бізде оның бүтін бөлігі мынау болды ғой, міне. 485 болды бүтін бөлігі, яғни бізде бүтін бөлікті анықтайды. Ал процент бізде қалдық бөлікті анықтайды. Сонда бізде нәтиже 485 шығады мына жерде. 485 шығады. Бізде 4 циклға қарай өтеміз. N-іміз біздің соңында қаншаға тең болды? 485-ге тең болды ғой, иә? Енді мына жердегі N-іміз 485-ге қарай өтеді. Өтейікші. N-іміз енді 485-ге қарай өтті. Ол бізде әдеттегідей шартқа бағынады. Бағынғаннан кейін бізде бұл k бізде оның соңғы цифрасын алады, ол бағана 6-ны алды. Енді 5 алады. Одан кейін s тең s плюс k дегеніміз, s-іміз 6-ға өзгеріп кетті ғой бізде. S-іміз 6-ға өзгерді, k-мыз 5-ге өзгерді. Онда біздің итоговый s 11-ге тең болады да. Одан кейін n-іміз біздің 485-ті бөлесін 10-ға, сондағы соңғы цифрасын алып тастайды, бізде 48 болады. Түсіндіңіздер ғой? Дальше бізде бағана шарттан бөлек біз сразу while-ға бара берейік. Келесі бізде while-да n-іміз 48-ге тең болған кезде шартқа бағынады ма? Иә, бағынады. Сосын барып біздің k теңнен алады, ең соңғы цифрды ғана алады. 8. Ал s-іміз не істейді? Бағанағы s-іміз последний 11 болды ғой. 11-ға 8-ді қосамыз. 11-ге 8 қосамыз. Сөйтеміз да. N-іміз біздің соңғы шарт бойынша соңғысын алып тастап, қалғанын қалдырады. Сонда бізде 4 болады. Сөйтіп 4 қайтадан n-ға қарай барады мына жерге. Жасайын. n тең 4 болды да. Сосын ол 4 шартты қанағаттандырады. Сөйтеді да бізде k не болады? 4-ті процент 10-ға бөлген кезде, мына жерге жазып қойыңызшы кішкене. 4-ті 10-ға бөлген кезде 0-ден береміз ғой. И 0 болады да. 4-тің өзі қалады. Сонда бізде қалдық соңғы цифрдың өзі қала береді. 4. Одан кейін s-іміз тең 6 плюс 11 болды бағана. 11-ге қосамыз 4-ті. Сосын 10, мына жерде мен до конца жазбаппын ғой. 19-ға қосамыз 4-ті. Сонда нәтижесі қанша болады? 23 болады. Сөйтіп біздің n-іміз тең болады. Бағанағы 4 еді ғой, соңғысын алып тастайды. Онда біздің 0 болады. 0 болады, көрдіңіздер ме? Сөйтіп біз бағанағы шартқа қарай келеміз. 0 тең емес 0-ге деген шартқа келеді. Шарт орындала ма? Орындалмайды. Орындалмағандықтан шарт бізде осылай бітеді. Мына жерде s-іміз 23 болып бітеді. n-іміз 0 болып бітеді. k-мыз мына жерде 4 болып бітеді. Бізде не керек бұл жерден? Бізге бұл жерден тек қана s керек. S керек, потому что бізде шартқа кіріп тұр да. Егер
біз бағанағы процесстің бәрін while цикл денесінің ішінде орындап алдық та енді одан шығамыз, S бойынша шығамыз. Міне мынаның бәрін орындап алдық қой ішіндегісін. Енді бүйтіп келеміз. Егер біздің 23-іміз дейді, 23-іміз мына шартқа бағынатын болса, яғни тақ болып тұр ғой. Яғни бұл шартқа бағына ма? Иә, бағынады. Значит, бізде нәтиже 1-ге тең болады. Ал ол шартқа бағынбаған кезде else болады. Ал көрейікші бағынған кезде бір шықта көрдіңіздер ме? Яғни есепті дәл осы жолмен талдап көрсеттім.